2021 жылдың қыркүйек айында Қазпоштаның 45 қызметкері шарттық еңбекақыға ауыстырылды. Осыдан кейін пошташылар барлық әлеуметтік пакетті өз бетінше төлеуге мәжбүр. Аталмыш мәселемен олар депутаттарға жүгінді. Өткен жылдың қыркүйегіне дейін барлық пошташылардың белгіленген жалақысы, үстеме ақысы және толық әлеуметтік пакеті болды. Бірнеше айдан бері олардың жалақысы белгілі бір учаскенің коэффициентінің құнына және жеткізілген мерзімді басылымдар мен пошта санына байланысты. Мне нравится эта работа. Я уже давно здесь работаю. Мен бұл қызметте көп жылдар бойы жұмыс істеймін. Өзіме де ұнайды. Қазір келісімшарт арқылы жұмыс істеуге көштік. Тұрғынға газетті жеткізу 10 теңге, ал хат 50 теңге. Осыдан жалақымыз 43-48 мың теңге аралығында. Бұл ақшаға жүріп тұруымыз жеткізу керек. Шамамен 5 мың теңге жұмсаймыз. Единица участок. Пошта қызметкерлері бұрынғыша жалақыны қайтару туралы өтінішпен талай мәрте басшылыққа барған. Бірақ еш нәтиже болмаған соң депутаттардан көмек сұрады. Мы, как депутаты областного маслихата, Біз облыстық маслихаттың депутаттары ретінде тұрғындардан келіп түскен әрбір шағымға назар аударуымыз қажет. Қазір хат жазып жұмыс берушіге жолдаймыз. Пошташылардың тілегі бұрынғыша еңбек ақы төленсе дейді. Нам необходимо первым делом переговорить с руководством филиала. Біз ең алдымен филиал басшылығымен келіссөздер жүргізуіміз қажет. Пошташылар бүгінде жағдайымыз айтарлықтай нашарлады деп шағымданып отыр. Олар ауырып қалған жағдайда ешқандай көмек көрсетілмейді. Тиісінше ақылы еңбек демалысы да төленбейді. Положение. Сондай-ақ барлық пошташыларға пандемия кезінде жұмыс істеген үшін 50 мың теңге мөлшерінде бір жолғы төлемақы беруге уәде етілді. Алайда бұл да орындалмапты. Қуандық Танабас, Раиса Маргунова, Аман Бәйімбет, ертіс ақпарат.